Армысыздар, ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта сіздерге қолжетімді баспана баспалдағы жайында айтып берейін деп тұрмын. Қолжетімді баспалдағы деген не? Отбасының табысына қандай жағдайда қарайды деген сияқты. Сонымен қатар жаңағы 2022 жылы үй кезегі деген болмайды деген ол рас па? Ал егер болмаса, ол қалай жүзеге асуы мүмкін? Сол жайында толыққанды айтып беретін боламын. Құрметті достар, тақырып маңызды. Соңына дейін көріңіздер, жазылуды ұмытпаңыздар. Мен бастаймын. Қараңыздар, қол жетімді баспана баспалдағы. Ең бірінші мынаған назар аударып алайық. 2021 жылы бір МРП 2917 теңгені құрайды. Және бір күнкөріс деңгейі 34302 теңгені құрайды. Енді елімізде мынандай мемлекет бағдарламалар бар да. Бірінші, жалдамалы баспана сатып алу құқығынсыз. Оны жергілікті әкімшілік іске асырады. Ол жерде жаңағы еліміздің әлеуметтік жағынан осал топтары, көпбалалы аналар, жалғызбасты аналар, толық емес отбасы, жаңағыда Ұлы Отан соғысы ардагерлері, бірінші, екінші топ мүгедектері жаңағы үкіметтен жалдамалы пәтерге конкурстар болғанда қатыса алады. Сатып алу құқығынсыз ол пәтерді 5000 немесе 10000 теңге төлеп, или 15000 теңге төлеп пәтердің көлеміне байланысты өмірбақи жалдап тұра алады. Оны жергілікті тұрғын үй қорынан білуге болады. Екінші, үлкен ауқымды бағдарламалардың бірі бақытты отбасы деп аталады. Бақытты отбасына өздеріңіз білесіз, тек қана 3 категория қатысады. Үй кезегінде тұрған, көп балалы ана, толық емес отбасы және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан отбасылар ғана қатыса алады бақытты отбасына. Мына жерде көп балалы аналарда 4 немесе одан да көп бала болу керек, ал толық емес отбасы кем дегенде 3 жыл жаңағы расторжение брак болу керек, яғни некесі бұзылғанына 3 жыл болу керек. Және үй кезегінде тұрғандар осы бақытты отбасына қатысады. Енді қараңыздар, бұл бір талап, үй кезегінде тұру және осы 3 категория. Осы 3 категория бақытты отбасына қатысып, негізгі тізімге өтіп, төлем қабілетін растайтын кезде бұл кісілерге мынандай бір тағы да талап қойылады. Яғни отбасының табысы жан басына бөлген кезде 106.336 теңгеден аспау керек әр адамға. Ол дегеніміз 2021 жылы 3/1 күнкөріс деңгейі. Бұл деген қалай? Мысалы, әйел мен күйеуінің доходын қосады, ортақ доходын. Онан кейін отбасында қанша адам бар? Мүшелер, отбасы мүшелері. Ол балалары ғой, ұлдары, қыздары деген сияқты. Соны әрқайсына бөледі. Мысалы, теңдей қылып бөледі. Сол теңдей қылып бөлген кезде әрқайсынан 106.336 теңге асып кетпеуі керек. Сонда бұл кісілер бақытты отбасына қатысуға мүмкіндік алады. Ары қаратай төлем қабілетін растайды, пәтерді бірінші, екінші нарықтан үй тауып ала беруге болады. Өздеріңіз білесіздер, шарттары 10% алғашқы жарна және проценттің ставкасы 2%. Елдегі ең төменгі проценттің ставка. Енді қараңыздар, егер бақытты отбасына мына категория қатысып жатыр да, олардың табысын жан басына бөлген кезде 106.336 теңгеден асып кетсе, онда бұл кісілер бұл бағдарлама қатыса алмайды. Бұл кісілерге мүмкіндік тек қана міне 3-ші шаңырақ немесе нұрлы жер деген бағдарламаға. Шаңырақ нұрлы жер бағдарламасына тек қана осы 3 категория емес, бұдан да басқа категориялар қатыса алады. Үй кезегінде тұрған мұғалімдер бар, медицина қызметкерлері, бюджеттің организациясы, госслужащийлар деген сияқты. Яғни үй кезегінде тұрған азаматтар осы бағдарламаға қатыса алады. Бұл жерде талап қандай? Отбасының табысы жан басына бөлген кезде 126.917 теңгеден асып кетпеуі керек. Ол дегеніміз 2021 жылы 3/7 күнкөріс деңгейі. Көрдіңіздер? Бұл жерде де мысалы шаңырақ бағдарламасы өздеріңіз білесіздер, нұрлы жер шаңырақ әкімшілік үй салады, шаршы метрлер белгіленген болады. Сол бағдарламаға конкурсқа өтіп, негізгі тізімге өткен кезде бұл кісілердің де кандидаттарынан ең бірінші отбасының табысын, жаңағы әйелі күйеуі болса, немесе жаңағы үйленбеген бойдақ болса, өзінің табысы жан басына жалғыз өзіне 126.000 теңгеден асып кетпеуі керек. Егер бұл кісілерде де кандидаттардан асып кетіп жатса, онда өкінішке орай шаңырақ нұрлы жерге қатыса алмайды. Ол кісілерге 4-ші вариант, яғни нарықтан, жаңағы рыночный программа 7-20-25-пен, отбасы арқылы 50-50-мен алуға ғана мүмкіндіктері бар. Отбасының табысы әр адамға бөлген кезде 126.917 теңгеден асып кетіп жатса. Міне, қол жетімді баспана баспалдағы деген осы. Енді қараңыздар, 2022 жылы мынандай сыбыстар бар. Үй кезегі деген болмайды екен. Жалпы тұрғын үй жаңағы
қоры бар ғой, жилищный фондтың көптеген функцияларын отбасы банкіне береді. Оны президентіміздің өзі де айтқан болатын. Яғни отбасы банкі үй кезегіне қою, үйді реттеу деген сияқты мәселелердің бәрін өздері атқарады деген сияқты болған. Яғни бір терезе қағидасы бойынша. Енді қараңыздар, құрметті достар, 2022 жылда үй кезегі болады, болмайды, оны мен сіздерге нақты айта алмаймын. Мына жерге қазір тапсам видеоны қоятын боламын, сол видеоны өздеріңіз көріңіздер. Тұра алмаймын, мен ешқандай категория сәйкес келмеймін. Бақытты отбасы, шаңырақ, жаңа бағдарлама. Соған келмеймін. Ол дұрыс, бүгінгі таңда солай. Бірақ қазір жасап отқан жұмысқа сәйкес 22 жылдан бастап осы советтік жүйеден келе жатқан кеңестік кезекке тұру жүйесі болмайды. Яғни қандай да болсын, ресми айлығы бар азамат, ресми 6 ай жаңа пенсия төлеп тұр, қандай болсын. Егер де мемлекет белгілеген бір деңгейден төмен болса, отбасына шаққанда табысы. Егерде ол ешқандай кезекке тұрмай, отбасы банкіне келіп, маған мемлекеттің атынан арзандатылған пайызбен несие бердіге жүгінуге мүмкіндігі пайда болады. Ипотека емес. Ипотека. Бірақ оның пайыздық мөлшерлемесі бүгінгі таңдағы 5% шаңырақтың бағдарламасы, яғни сосын 2% бақытты отбасының бағдарламасы. Бұл енді үлкен жаңалық қой, иә? Ол осында саған келе жатырмыз. Соны айтайын. 22-де бола ма? Осы уақытқа дейін кезекке тұрғандар текке тұрды ма сонда? Мысалы, кезекке тұрғандар бірінші кезекте бүгінгі таңда 540 мың адам тұр ма? Оның барлығы қамтылады, ол кезек сақталады. Оны мемлекет ешқандай лақтырып тастамайды. Сонда олармен параллельде тұр да? Егер 2022 жылы үй кезегі болмайды деп жатса, ол әлі заң жүзінде ешкімге белгісіз ғой, болмайды деп жатса, онда 2022-де дәл осы бағдарламаға қатысу қолжетімді баспана баспалдағы аясында жүзеге асатын болады. Яғни отбасының табысына қарайтын болады. 2022 жылы бір МРП 3063 теңге болады, және бір күнкөріс деңгейі 36018 теңгені құрайтын болады. Жаңағы мен айтып отқан күнкөріс деңгейлері сол кездің күнкөріс деңгейімен есептейтін боласыздар. Бәлкім ол да ұлғайып өсуі де мүмкін болып кетуі мүмкін әбден. Шарттары, талаптары өзгеріп кетуі де мүмкін. Көрдіңіздер да? Бұл видеоны түсіру себебім сіздер біліп жүрсін, доходтарыңыз қалай болады, соның бәрін есептеп, алдын ала дайындалып жүрсін деген мақсатпен түсіріліп жатқан видео. Яғни мен сіздерге мына жерде ешқандай бір қалай айтсам, нақты нүктесін қойып, ойбай 2022-де үй кезегі болмайды деп айтып жатқаным жоқ. Жалпы, егер болмай жатса, баспана осылай іске асатын болады, баспана берілу. Түсіндіңіздер да? Сонымен достар, тақырып осы. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.